Ассалаумағалейкум достар. Міне біздің еккен, бір ай бұрынғы еккен құлпынайымыз. Бұл құлпынайды біз биогумус пен компостты араластырып еккенбіз. Соң кейін биогумустың сұйығы бар. Сұйығымен суғарып, жапырағына шаштық. Енді мен биогумусты сұйығын екі рет тамырға бердім, бір рет жапыраққа бергем. Енді қазір тағы да берем солай. Бір екі рет берем әлі. Міне, соның нәтижесінде мынау еккен 100 метрлік құлпынайымыз 100%, 100%-ға неметті. Шықты. Өл қалған ара біреу ғана, екеу ғана өлді. Бірақ 100% жақсы көтерілді. Оның нәтижесі міне, мынау құлпынай бір айдың ішінде 2 жүрекше, 3 жүрекшеден беріп жатыр уже. Міне, мынау 2 жүрекшеден міне. Міне, 1-2 жүрекше беріп жатыр да. Ал кейбіреуінде 3-ден бар. Осындай 3 жүрекше беріп жатыр. Ол нәтиже, жақсы нәтиже деп ойлаймын. Міне, осындай бір айлық бұл көрініс осындай болып тұр да. Енді арғатай тағы да өткенде айтып отырамыз. Енді бұл гүлдеп, одан кейін өнім бергенде көреміз. Дәмі қандай болады, объемы қандай болады, қанша өнім береді.